Сығанақ қаласы Отырар қаласынан 2 есе үлкен. Біз бұл дерекке өз көзіміз жетті, өзіміз көріп жүріп өттік осы жермен. Ханның ордасын, қазір дәл отырған жеріміз бұл ханның ордасы. Яғни мен өз басым, және әріптестерім өзімізді бақыттымыз деп есептейміз. Осындай киелі мекенде, осындай ханның ордасында отырғанымызға, осындай сырдың топырағында туғанымызға. Айдар, өзің пікіріңді айтсаң? Сенің пікіріңе толықтай келісем. Себебі қазақтың дархан даласы тұнып тұрған тарих, әр тасында бір сыр жатыр. Елбасымыз да айтады ғой, сыр Алаштың анасы дейді. Ал сыр бойылықтар сол Алаштың анасының балалары іспетті мен үшін. Осындай ішіне бүккен сырлары бар тарихтың құпиялары, тылсымдары біз секілді бүгінгі буынға өте қызықты, және оны сырларын дүйімелге насихаттай беру тілшілерге парыз. Сондықтан осындай 11-ші ғасыр мен 16-ші ғасырда қазақ қаласына, қазақ хандығына астана болған Сығанақ қаласы өте киелі жерлеріміздің бірі. Және тағы бір қосатын дүние, осындай қасиетті киелі мекендерге, керемет жерлерге экскурсия ұйымдастырған үшін өңірлік коммуникациялар қызметіне, сондағы қызметкерлерге, әріптестерімізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Әрқашан еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Сіздерге көптен көп рахмет. Сыр елінде осындай тарихи орындар бар екені бізді әрине қуантады. Көзімен көріп, тарихшылардан осылардың тарихын білген бір бөлек. Біз әрине қуаныштымыз. Осындай керемет фестиваль ұйымдастырғанына өңірлік коммуникациялар қызметіне алғысым шексіз. Осы жерде үлкен тарихтың көзімен таныстық, білістік, ақпарат алдық. Жалпы алған әсеріміз өте, қалай айтсам болады, алған әсеріміз өте зор. Қуаныштымыз, біраз білмегенімізді біліп жатыр. Осы білгенімізді арамызда өзіміз достарымызға, ағайын туыстарымызға айтып, насихаттап, ақпараттандырамыз.